Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге түрік тіліндегі ең қажетті, ең пайдалы, ең көп қолданылатын 50 тіркесті үйрететін боламын. Сіз дұрыс естідіңіз. 50 тіркесті үйрететін боламын. Ендеше достар, менің каналыма тіркеліп қойылды, ұмытпаңыз. Және де сіздер Түркияда жүрген кезде ойлайсыздар: мен бұл тіркесті білемін, мен бұл тіркесті Шолпан Асылбекқызының каналынан үйреніп алғам деп айтатын боласыз. Бірінші тіркес заман парадыр. Заман уақыт, пара ақша, уақыт ақшамен тең. Немесе ағылшын тілінде айтатындай time is money. Келесі инан бана, маған сен. Инан бана, маған сен. Ал егерде қатты асығып тұрсаңыз, acelem var деп айтасыз. Acelem var, асығыспын. Gitmem gerek. Yani кетуім керек. Келесі тіркес kusura bakma. Kusura bakma бұл ренжіме деген сөз. Айыпқа бұйырма. Келесі hiçbir fikrim yok. Айтарға сөзім жоқ. Немесе ешқандай да ойым жоқ деген сөз. Ал келесіде жұмыстан шаршап келе жатқан біреуді көрсеңіз айтасыз: Yorgun görünüyorsun. Yorgun шаршаңқы, görünüyorsun, көрінесің. Келесі тіркес sorun yok. Sorun yok, мәселе емес. Нет проблем дейді ғой орысшада. Дәл солай. Yine bir daha örnek, hiç yoktan iyidir. Келесі мысал, hiç yoktan iyidir. Ешқандай жоқ болғаннан жақсы. Яғни қазақшада жоқтан жақсы деген сөз. Тағы да киноларда көп еститін тіркесіміз ол не демек istiyorsun, не демек istiyorsun, не демекшісің, не дегің келіп тұр деген мағынада. Сондай-ақ тағы бір мысал не alakası var, не alakası var, не қатысы бар деген сөз. Яғни бұл жерге оның не қатысы бар. Достар, егерде аударма ұнап жатса, лайк басып кетіңіз. Келесі сөз yalan söylüyorsun. Yalan деген жалған деген сөз. Сөйлерсің, сөйлейсің. Жалған сөйлейсің, немесе өтірік айтасың деп аударамыз. Ал егерде сізге біреу жақсылығыңыз үшін рахмет, teşekkürler деп атса, сіз айтасыз: önemli değil, маңызды емес, оқасы жоқ деген мағынада. Немесе маңызды емес. Келесі көп қолданатын тіркес beni ara. Beni ara, маған қоңырау шал. Келесі сөзіміз neden olmaz. Neden olmaz? Неге болмайды? Yine bir daha örnek zamanım yok. Және тағы бір мысалымыз zamanım yok. Уақытым жоқ. Zaman бұл түркшеде уақыт деген сөз. Немесе meşgulüm деп айтсаңыз болады. Meşgulüm қолым бос емес деген сөз. Тағы бір мысал умарым. Умарым бұл үміттенем деген сөз. Ал егерде мені күт деп айтқыңыз келсе, beni bekle деп айтасыз. Beni, мені, bekle, күт деген сөз. Біреумен келіспейтін болсаңыз, katılmıyorum деп айтасыз. Katılmıyorum, келіспеймін деген сөз. Ал егер соған қарама-қарсы мағынада келісемін деп айтатын болсаңыз, aynı fikirdeyim деп айтасыз. Aynı fikirdeyim, дәл сол пікірдемін деген сөз. Немесе мен де солай ойлаймын деп аудара аласыз. Сондай-ақ досыңызға тосын сый жасап жатсаңыз, senin için bir sürprizim var деп айтасыз. Сен үшін бір тосын сыйым бар. Senin için bir sürprizim var. Және де мен көптеген сабағымды бастап жатқан кезде айтамын: her şey yolunda, бәрі орнында, бәрі өз жолымен. Яғни сізге біреу насылсыңыз деп айтса, сіз her şey yolunda, бәрі орнында, бәрі ойдағыдай деген мағынада жауап бере аласыз. Yine bir daha örnek neden bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun? Нені меңзеп тұрсың? Немесе не айтқан келіп тұр деп аударамыз. Тағы да бір көп айтылатын сөз hava nasıl, ауа райы қалай. Mesela Türkistan'da hava nasıl? Türkistan'da hava sıcak. Түркістанда ауа райы өте ыстық. Ал егерде біреу кетіп бара жатып сүрініп қалса, онда сіз назар деп айтасыз. Назар деген бұл
көз тиді, назарланып қалдың деген мағынада. Ал егерде болды алаңдама, өз өзіңді тыныштал деген мағынада айтсаңыз, рахатла дейсіз. Рахатла, алаңдама, орысша айтқанда расслабься. Қазақ тілінде біз ұзақ әңгіме деп айтсақ, түрік тілінде uzun хикая деп айтады. Uzun хикая. Келесі тіркес hala buradasın mı? Hala бұл әлі деген сөз. Мынау а әріпінің төбесінде ноқта тұр ғой, бұл деген дыбысты береді. Hala buradasın mı? Әлі осы жердесің ба? Әлі осы жердесің бе? Келесі мысал, ilginç bir şey. Қызық нәрсе екен. Мысалы, қызық нәрсе естіңіз, айтасыз, ilginç bir şey. Ал егерде сіз біреуге сен араласпай-ақ қойшы деп айтқыңыз келсе, сені ilgilendirmez деп айтасыз. Сені қызықтырмайды, саған қатысы жоқ деген мағынада. Келесі тіркес әмин мүсін? Әмин мүсін? Сенімдісің бе? Әмин мүсін? Сенімдісің бе? Yine bir daha örnek. Tағы да бір мысал. Nereden bildin? Nereden bildin? Қайдан білдің? Тағы бір мысал. Tahmin et. Ne oldu? Ойлан, тапшы, не болды? Немесе, ойлап көрші, не болды? Tahmin et. Ne oldu? Келесі мысал. Егерде досыңыз үйге кеп жатса, сіз оған айтасыз. Kendini evinde gibi hisset. Өзіңнің үйіңдей көр. Kendini evinde gibi hisset. Келесі тіркес. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun деген бұл ят болды саған. Ят саған деген мағынада. Егер ағылшын тілін білетін болсаңыз, ағылшын тілінде айтады shame on you. Келесі тіркесіміз er ya da geç. Er ya da geç қазақ тілінде ерте ме кеш пе деген сөз. Er ya da geç. Ерте ме кеш пе? Тағы бір мысал, егерде сіз менің арнама тіркеліп жатсаңыз, подписаться деген батырманы басып, ол кезде мен сізге айтам, doğru yaptın, дұрыс жасадың. Келесі тіркесіміз onu demek istemedim, олай дегім келмеді. Onu demek istemedim, олай дегім келмеді. Егерде сіз бір қандай жетістікке жетіп жатсаңыз, әке-шешеңіз айтады, seninle gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Сені мақтан етемін. Келесі сөз sıkıldım. Sıkıldım бұл ішім пысты деген сөз. Жалықтым, зеріктім деген мағынада. Келесі тіркесіміз аналарымызға көп айтамыз. Merak etme, уайымдама. Я, merak etme, уайымдама. Келесі тіркес nefret etmek. Nefret etmek жек көру. Мысалы, сәнден нефрет ediyorum деп айтып жатады, сені жек көремін деп киноларда айтады. Келесі сөз брак. Брак жібер немесе таста деген сөз. Келесі тіркесіміз deli gibi. Deli gibi бұл есі ауысқан адамша. Мысалы, deli gibi aşkım, біреуге есі ауысқан адамша ғашықпын деп мысалы айта аласыз. Келесі тіркес тәхдид etmek. Тәхдид etmek бопсалау, қорқыту деген мағынада. Тағы бір көп қолданылатын сөз konuşalım, сөйлесейік. Konuşalım, сөйлесейік. Түрік тілінде ең көп қолданылатын сөздің бірі tamam, tamam жарайды деген сөз. Yine bir kelime bıktım. Тағы бір сөз bıktım. Bıktım бұл шаршадым, тойдым деген сөз. Әбден тойдым деген сөз. Орысша айтқанда надоели деген сөз ғой. Келесі сөзді көп естіген боларсыз. Бұл anlıyor musun? Anlıyor musun? Түсінесің бе? Түсінесің бе деген сұраққа anlıyorum, түсінемін деп жауап бересіз, немесе anlamadım, түсінбедім деп жауап бересіз. Және де соңғы сөзіміз şimdilik bu kadar. Şimdi, қазір деген сөз. Қазірге bu, осы деген сөз. Kadar, осыншалықты. Достар, ендеше şimdilik bu kadar, әзірге осы. Арна ұнап жатса лайк басыңыз. Және де менің осы Шолпан Асылбекқызы арнамда өте көптеген пайдалы ақпарат беретін видеолар бар. Соларды тамашалап, өз пікіріңізді қалдырсаңыз болады. Келе-келе!